Футбол бұл өмір, ал 13 сектор арнасы футбол ақпараттарын сіздерге жеткізуші арна. Бүгінгі көретін жаңалықтарыңыз: Барселона жазда 200 миллион евро табады дейді. Килиан Мбаппе өзіне тосыннан қойылған сұраққа қалжыңмен жауап берді. Және де басқа футбол ақпараттары да бар бізде. Арнамызға жазылып қоңыраушаны басып 13 сектор арнасын қолдап жүріңіздер достар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Лука Модрич осы маусымнан кейін Реал Мадридпен қоштасуы мүмкін, себебі онымен келісім шартты созбаймыз деген екен Реал Мадридтің басшылары. Бірақ та Лука Модричті өздерінде қалтырғысы келеді. Не дегенмен де Модрич осы маусымнан кейін кетеді деген ақпараттар бар, және де оның орнына ойыншы да іздеп жатыр екен. Ол Бруно Гимарайшты Реал Мадридқа алып келуге өзінің жерлестері, отандастары Винисиус, Родриго, Милитаоларда атсалысып жатыр екен Реал Мадридқа алу үшін. Ал енді Гимарайшты ала алады ма, ала алмайды ма белгісіз. Гимарайштың өзі Ньюкаслда бақытты екенін жеткізіп жатқан жайы бар. Ал Лука Модричпен келісімшартты ойыншы ретінде созғысы келмейді, бірақ та Реал Мадридта қалтырғысы келеді. Және де Реал Мадрид, Карло Анчелотти Реал Мадридтің бапкері өзінің штабына қосқысы келеді. Бапкер қылып қазірден бастап тәрбиелегісі келеді. Бірақ та Модричтің дәл қазір бапкер болғысы келіп тұрған жоқ. Модрич қазіргі жасына қарамастан өте тамаша ойнайды. Және де қосалқы құрамда отырғысы келмейді. Жиі алаңға шыққысы келеді. Ал енді жиі алаңға шыққысы келгенмен де Реал Мадридте өте жас мықты таланттар бар, сондықтан да орнын босатып қалады деген сарапшылардың пікірі бар. Лука Модрич қайда барады деген сұрақтарыңыз болатын болса, 60%-ға өлшем бірлік бойынша сарапшылардың MLS-қа барып қосылатын болады. Франция лигасында Лига 1-де және де Франция ұлттық құрамасында мұсылман ойыншылар өте көп екенін сізде бізде білеміз. Және де кейбір ақпараттарға сүйенетін болсақ, ораза ұстамаңдар деген ақпараттарды жеткізіп жатыр. Лига 1-де және де Франция футбол федерациясының орынбасары Диало ресми түрде ұлттық құрамада ойнайтын мұсылман ойыншыларға ораза ұстамауын талап етті. Бұл енді жас ойыншы Мамадуға ұнаған жоқ, және де Лионға қайтып кетті өзінің клубына. Бұл Мамадуға ғана емес, барша мұсылман ойыншыларға ұнаған жоқ бұл шешім. Және де Дембаба атты ойыншы бұлған қатысты өзінің пікірін білдірді. Әлеуметтік желіде бұл енді сіздер түсінем. Олардың өмір сүру бір салтын өзгерткілеріңіз келсе, тұрған жерін өзгерткілеріңіз келсе, басқа нәрсе істегілеріңіз келсе, мен бір түсінуге болатын еді, қарайтын едім басқа көзқараста. Бірақ та сіздер олардың мұсылман болғанын қаламай жатсыздар. Бұл мұсылмандарға деген шабуыл деп түсінемін, деді Дембаба. Дембабаның сөзімен толықтай келісуге болады. Мен де солай ойлаймын, мұсылмандыққа деген бір қарсылық ба деп. Себебі Карим Бенземаны білесіздер. Осындай оразаның кезінде Чемпиондар лигасында қалай Реал Мадридті алға сүйрегенін, ораза ұстап жүру бақ. Бұл бір дәлел, мысал ретінде айтуға болады басқа ойыншыларда ораза ұстап жүру бақ ойнай алатындарына. Енді осындай нәрселерді көріп тұрып, ресми түрде ораза ұстамаңдар деу өте үлкен қателік. Францияда, футбол федерациясында, жалпы Франция лигасында осындай нәрселер жиі жыл сайын болып жатыр кейінгі кездері. Мұсылман ойыншыларға қатысты осындай әңгімелер. Достар, енді өздеріңіз білесіздер, топ 5 лига жалғасады, оралды қайтадан десек те болады. Бүгін Францияда өте тамаша ойындар бар. Лиль өз үйінде Лансты қарсы алатын болады. Бұл екеуі де Чемпиондар лигасының зонасына ілігу үшін бүгін барын салады. Бірінде 43 ұпай, бірінде 42 ұпай бар. Бірі 4-ші орында, бірі 6-ші орында тұрған жайы бар. Нақтырақ айтсақ, Лиль 4-ші орында, Ланс 6-ші орында. Бүгін екі командада гол салады деп күтіп отырмыз. Негізінде екі командада шабуылдаушы ойынды ойнайды. Голдан бізді кенде қылмайды деген ой бар. Дәл осы жерде 13-ші сектордың демеушісі 1xBet 13-ші сектор промокодын беріп отыр. Дәл осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар, алғашқы депозит үшін 200 мың теңгеге дейін бонустар берілетінін ұмытпаңыздар. Бұл мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. 1xBet компаниясынан тамаша мүмкіндік. 200 мың теңгеге дейін бонус алам десеңіздер, осы видеоның астында сілтемесі тұр.
Килиан Мбаппе Реал Мадридка барады ма, бармайды ма, кандай шешим кабылдады? Оны Евро 2024 басталганга дейин мен өз аузумдан эстейтин боласыздар деген акпаратты жеткизген еді. Енді Килиан Мбаппенин бір шарты бар, Олимпиада ойындарына жиберсе деген Реал Мадридка. Бирокта Реал Мадрид жибермейтин тәрізді. Не дегенмен де Килиан Мбаппенин катышкысы келетін турнирлардың бірі. Егерде Реал Мадридтин президенті Флорентино Перес жибермейтин болса, Франциянын президенті Макронның өзі барып сұрап алуға дайын екенін жеткізді. Енді бұл мәселелер Килиан Мбаппе Реал Мадридқа барып алсын, содан кейін барып шешілетін, немесе Килиан Мбаппе өзі жарияласын, мен барамын деп. Содан кейін барып шешілетін, қарастырылатын мәселелер. Енді Чаумини айтып қойған екен, Килиан Мбаппені сіздер Испанияда жиі көретін боласыздар деп бір пресс-конференцияда. Және де дәл осы сұрақты тілші Килиан Мбаппеге қойды. Чаумини Килиан Мбаппені Испанияда жиі көресіңдер деп айтты. Сонда ол нені меңзеді деп. Ал ол жерде Килиан Мбаппе ұсталып қалған жоқ. Бірден әдемі құтылып кетті. Я, мені Испанияда жиі көрулеріңіз мүмкін. Біріншісі Реал Сосьедадпен ойнадық Чемпиондар лигасында. Енді Барселонаға түстік. Испанияда тағы көресіздер. Одан өтіп кетіп жатсақ, Атлетико Мадридқа да түсіп қалуымыз мүмкін. Соны айтқысы келген шығар деп әдемі қалжыңдап жіберді. Жақсы құтылды негізінде. Бірақ енді мәселе бұған байланысты емес екенін бәріміз де білеміз. Реал Мадридқа нақты баратын болдыңыз ба деген сұрақ болатын сол кезде. Ал ол сұрақтың жауабын Килиан Мбаппе әлі бермей келе жатыр. Барселона клубы осы жазда ойыншыларды сату арқылы 200 миллион евро табады деген ақпараттарды шығарды марка басылымы. Ол енді қандай ойыншылар десеңіздер, бірінші ойыншы Рафиня. Рафиняны Сауд Арабиясы алайын деп отыр екен 100 миллион евроға. Шын өтірігі белгісіз ақпарат, бірақта 100 миллион евроға Рафиняны сату деген өте тамаша барселоналықтар үшін. Екіншісі Ансу Фати. Ансу Фати қазір Брайтонда жалға жүр. Ертең қайтадан клубқа келген кезде оны сатылымға қоятын болады. Брайтон алама, басқа алама бәрібір. Енді Ансу Фатиға өте обал, әрине. Ансу Фатиді Месси, келесі Месси, Барселонаның болашағы деген еді, қазір ешкімге де керек емес болып қалған тәрізді. Одан бөлек Кристенсенді, Жюль Кундені сатуға дайын екендерін жеткізді. Осындай ойыншыларды сатады жазғы трансферлік кезеңде, және де 200 миллион евродай табады деген ақпараттар бар. Одан бөлек Барселона жаңа бапкер алады. Ол бапкерге қандай ойыншылар керек болады, ол да әлі беймәлім. Жалпы Барселона болсын, басқа клубтар болсын, осы жазда өте мықты трансферлер болады. Еш қайсысын жіберіп алмас үшін сіздер дәл қазір 13 сектор арнасына жазылып қоюды ұмытпаңыздар, достар. Бізбен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.